Сәлем, жақсыларым. Бұл жаңа влог. Жаңа влогыма қош келдіңіздер. Жаңа влог осындай пештің үстінен басталып жатыр. Айзияны ұйықтатуға кеттім да, ет салып кеткем. Асекең ертең Аллах қаласа балыққа шығады. Соған тамаққа деп етпен қазып сырып берейін дегем. Соған Айзия ұйықтамай қойды да, мына жер мынандай болыпты. Ішіндегі су кішкене таситыны тасып, су алатыны су алыңқырап қапты. Келіп қайтадан су құйып, кішкентай плитаға қойып жатырмын. Аллах қаласа 1,5 сағаттан кейін піседі. Соны күтіп бірақ жатам. Сағат түнгі 12:30. Мына жер сәл суыған сияқты. Ақырын сүртіп алайын, әйтпесе қатып қалып тепке өзіне проблема болады осы жер. Жоқ, әлі ыстық екен, пысылдап жатыр. Балалар да ұйықтамай жүр. Асекең балыққа шығатын бірдеңелерін реттеп жатыр. Айханым, как всегда, папасын істеген шаруасын қызықтап жанынан шықпай жүрген. Мынау Гринвейдің салфеткасының өзімен шамалы нәрсе, ешқандай средствосыз спокойно кете береді өзі. Бір жақсы жері. Негізі осы күнге дейін әлі Гринвейдің салфеткасы болмаса, міндетті түрде шаруаңызды жеңілдету үшін алуға кеңес берем. Көрдіңіздер ма? Көп средства пайдалана қоймайым өзі. Осы бір салфетканың өзі біраз нәрсеге көмек, біраз нәрсені бір өзі кетіре береді. Мыналар енді ыстық болып тұр, оны суығасын сүртем. Әзірге осы болып тұр. Кішкене жобасын келтіріп қояйын. Таңертең тұрғанда шошып кетпеу үшін. Все, жан жақта аздап реттедім. Ақырын қайнап жатыр. Ақырын отқа қоямын да 1,5 сағат баяу отта пісірем. Мен де кеттім басқа шаруаларға. Жексенбі күнгі таңертең бізде осылай басталып жатыр. Таңғы астан кейін міндетті түрде өзімнің төсек орнымды жинап болғаннан кейін бір 30 минут, 40 минут жан жақты барлық бөлмелерді осылай жинап алу. Ол күнделікті дағдылы әдеттегі үрдіс. Осы шаруаға кіріспес бұрын Айханымның шашын өріп алмасам, көбіне Айханымның шашы жаңағыдай қазір өрем деп жүре беремде, кешке қарай бірақ өріліп жатады. Бұл күні демалыс болғаннан кейін Айсұлтан үйде, біздің үйде жаз болса да балабақшадан қалмай барып жүрген Айсұлтан балабақшаға әбден төселді. Кәдімгі жауапкершілікті өзі сезінеді. Кешке қарай жатарда балабақшаға барамыз, ұйықтау керек, әйтпесе қалып қоясың десең, өзі жаңа жауапкершілікті қолға алып, тез ұйқысы келмесе де көзін жұмып, сол ұйықтауға тырысады. Таңертең оятып жүр кеттік деген кезде бірден тұра қояды. Ол да болса жаңағындай баланың өзінің уақыты жеткенде осындай әр нәрсе өзінің кезеңімен, өзінің уақытымен болу керек қой. Сол уақыты келгенде балабақшаға берілген баланың дұрыс қалыптасқан дағдысы осылай болады екен. Одан кейін ас бөлмеме келіп, әбден суыған газ плитаның кешегіден қалған жаңағыдай кірлерін жуып жатырмын. Кеше сол сорпа қайнаған кезде шашырап, осы шайнектің сырты әбден кірлеген, соның барлығын Гринвейдің салфеткасымен сумен ғана жуып тазартып қойып жатырмын. Мен енді осы кухняны ойластырған кезде міндетті түрде шаруамды жеңілдету үшін деп ыдыс жуатын машинаны қойғаным бар болсын, көбіне қолданбаймын.
негізі соны әбден жаңағыдай қолдануды дағдыға айналдыру керек. Әйтпесе көбіне өзіме шағымданып жүремін ғой, уақытым жетпей жатыр деп. Сонда ыдыс жуу деген күніге неше рет ыдыс жуасың, ол біршама уақытыңды алады. Және де осылай ет сатып алып келген Асекем. Сол етті өздеріңіз білетіндей бұрынғы влогтарымда да көрсетіп жүрген болатынмын. Әбден салқын судың астында жуып аламын да, өзіме тамаққа пайдалануға қалай ыңғайлы сол көлемде бөліп, тұздап, аздап тұзы сіңгеннен кейін морозильникке бөлек жаңағыдай целлофан қалталарға салып қатырып шетінен солай пайдаланамыз. Бұл етті біз адал ет деген кәдімгі арнайы ет сататын халал дүкеннен аламыз. Ол осы қаланың ішінде емес, Юго-Восток деген районда, бірақ сонда да болса әбден сенеміз, базардан ет алмаймыз. Тек қана сол жерден ет аламыз, және де фаршты да көзіңше тартады сол жерден таза фарш аламыз. Мен Айханымның кішкене бір ауырып қалған уақыты болған. Ұшынды ма, білмеймін, 2-3 күн болды. Тәбеті жоқ, еш нәрсеге. Содан кейін Айханымның қалаған тамағын жасап беріп жатырмын. Бір жағынан фарш келді свежий, екінші жағынан сорпа бар дегендей, соған пельмень жасап берем қолдан. Соны нанын бұқтырып қойып жатырмын. Мен осылай жаңағыда жайма жайсам да, осылай пельменге мантыға нан бұқтырсам да, міндетті түрде бір дана жұмыртқа қосатын болам. Және де бір-біріне жабыспай өте әдемі піседі. Ол енді қаншама жыл уақытпен тексерілген дүние. Оны жаңағыдай менің бір көзімді жұмыс істейтін шаруалардың қатарынан. Ал фаршқа измельчительден әбден майдалап пюре сияқты өткізіп тастаймын жуаны, себебі балалар жуаны теріп кетеді, егерде білініп тұрған болатын болса. Сол себепті мына фаршқа бөтен ештеңе қоспаймын. Жуа, бұрыш, қара және де тұз. Және де әрине күллі шаруаны мен Айсұлтанмен ғана көбіне жүріп істейтін сияқтымын, өйткені мен аңғарам, қазір Айсұлтанның 2 сөзінің бірі можно тебе помочь деп кеп тұрады. Сондықтан ұсынып жатқан көмектен адам жаңағындай бас тартуға болмайды. Өйткені қазір 1 рет 2 рет жоқ, жағаласпа, істеме қой, бара ғой десең, кейіннен ол баланың жаңағындай сондай жасағысы кеп тұрған бүкіл желаниесінің барлығы құрып кететін болады. Сол себепті әртүрлі әңгіме айтып отырмыз. Өзі осылай жасап отыр, жеп отырмын деп пельменді. Бәрі де пельменді бір адамдай жақсы көреді. Сондықтан да балаларымның сүйікті астарының бірі болғаннан кейін реті келсе көбіне жиірек жасап тұруға тырысамын осылай. Қыс демейміз, жаз демейміз, бір жағынан сорпа ішуге өте, жаңағыдай балаларым ет жеуге өте қолайлы тамақтың түрі. Және де осы таппервердің осы ыдысымен тез шығады, көп шығады. Бұл жерде 2-ші порциясын да жасап қойдым. Кешегі Асекеңе қайнатып берген еттің сорпасын қойып қойдым. Қазір сол қалай қайнайды. Сосын осы пельмендерді соған пісірем, Алла қаласа. Өте дәмді болатын болады. Қазір түскі астан кейін салып қойған етті уже холодильникке сала берем, өйткені үй ыстық, кішкене тұзы сіңсін деп қойып қойғам. Сосын морозильникке салып қоям. Түскі астан кейін үйге керек деген өзімізге продуктылардан аздап алып келдім. Бірден сол азық-түлікті орынына қоймас бұрын осылай өңдеп алу керек, реттеп алу керек, тазартып алу керек деген дүниелерді бірден холодильникке салмай тұрып жасап аламын. Соның бірі мына көк жуаны әбден жуып алдым да, басында қажет емес жақтарын кесіп тастадым. Укропты аздап нан содасына салып қойдым да, әбден суға шайып алдым. Және де құрманы да солай суға шайып алдым. Сосын кепсін кішкене құрғасын деп осылай майлықтарға осылай жайып қойдым. Аздап кепті деген уақытта көк жуаның басындағы ағын кесіп тастаймын, оны тамаққа қосуға. Ал мынандай көк жағын осылай ұсақтап турап бір контейнерге саламын да, және де укропты да мынау қалың сабақтарын алып тастап, тек қана басын осылай бөліп аламын да, майдалап турап, жуамен араластырып бір контейнерге холодильникке салып қоям. Әр уақытта тамақтың бетіне салатқа себу үшін бөлек жуып жатып қажет емес, осылай жасап қойса өте ыңғайлы. Бізде күшті ауа райы болып тұр.
бір жағынан күн бұлтты болып тұрған жана, бір жағынан күн ашылып тұр. Майдала бақырың ғана жауын жауып тұр. Ауа күшті болып тұр. Қыста болмақын. Нерсе? Я поймать рыбы. Поймать рыбу? Да. Это же папа рыбу ловит, а не ты. Пастельдерді өтектеп жатырмын. Пастельдерді алдын ала осылай гладильный доскаға төсеп алам әбден. Себебі менде енді парогенератор емес, осындай қарапайым үтік. Бірақ жаңағы пульверизатормен өзі бөлек су сеуіп тұрамын. Сосын міндетті түрде пастельді өтектеуге тырысамын. Ал егерде жаңағындай болады, жақында осылай балалар екеуі қатар ауырды, Айзия мен Айханым. Құсып жатады, ауыстырып үлгермей жатамыз, қайсы кебет қайтадан төсеп жатамыз деген сияқты. Содан кейін енді ондай жағдайларда, қол тимей кеткен жағдайларда енді өтіктеуге уақыт жоқ, енді не істейсің. Ал бірақ енді қазір Аллаға шүкір реттелді. Содан кейін міндетті түрде осылай өтектеп қойғанға не жетсін. Себебі енді бәріміз де білеміз ғой, ыстықтан қаншама микроорганизмдер организмге қажеті жоқ. Солардың барлығы осылай әбден өлет, обработка жасалады дегендей. Әркім өзінің өмірімен болып жатыр. Мына жерде аңғарып жүрмін, қазіргі таңда Айсұлтан мен Айзия көп нәрсеге таласатын болыпты. Сосын біз енді барлығымыз жаңағыдай Айханым да біз де Айзияға болсамыз да Айсұлтаннан алып беруге тырысамыз ғой. Айсұлтан да оңайлықпен бере қоймайды. Сондықтан да ол сенің қарындасың, ол қазір тастап кетеді деп переговор жүргізіп отырамыз осылай. Сосын қызық енді бала болғасын сол Айсұлтан қандай ойыншықты алады, Айзия тура соған құштар болып тұрады. Ал енді жаңа тастап кетеді ғой ойыншықты, сол кезде ал десең, ол кезде қызығушылығы болмайды. Енді бала болғаннан кейін солай болады да. Ертеңгі күні Айсұлтанды садикке жіберем, сол себепті Айсұлтанның киімдерін осылай үтіктеп қойып жатырмын. Енді күнделіктіні үйге киіп жүрген футболка киімдерді мен өтектей қоймаймын. Енді барлығымызға на выход шығатын киімдерді ол үтіктеймін міндетті түрде. Себебі енді кішкене ыңғайсыздау болатын сияқты да оларды үтіктемей. Бүгін таңғы асқа мен осындай гренки жасадым. Айханым қайсы бір күні ауырып қалған. Содан кейін мама осылай нанды жұмыртқамен араластырып қуырып берші деп. Не жансу. Қазір Айханымның тәбеті жақсы, иә балам? Уже нешіншісін жеп жатсың? Екіншісі. Уже жарығым сол. Кеше Айсұлтанды садикке бару үшін онда ұйықтатам деп Айханымды заттарымен бірге кухняға көшіріп жібергем. Барып кухняда отырып сал суретті деп. Айхони суреттер салады ғой бізде. Сол бүгін айтып отыр, суреттерді әлі реттеймін деп. Сол жаңа гренки қуырып тұрған кезде мен шай қоюды ұмытып кетіппін, шайды енді ғана қойып тұрмын. Айсұлтанды благополучно садикке апарып қалдырдым, папаң келіп алып кетеді деп. Ол түнде де папасын іздеді, таңертең де папасын іздеді, садикке бір тұйып барды, папа неге келмеді деп. Папасы балыққа кеткен. Бізде осындай таңғы ас. Мына жерде өткен жол Қарақпанға барғанда менің кластасымның келіншегі Пысық, сол кісінің беріп жүрген қаймағы тұғын қызғана жеп таустық өзіміз. қызығып. Сол енді соңғы қалды, ала қалса. Таңғы асқа дейін мен өзім жаңағыда мынандай 330 грамм суды өзім ішетін баттарыммен ішіп алғам. Қазір таңғы асты ішіп жатқанда D3-ді ішемін. Майлы тамақ, белокқа толы тамақты таңғы аста ішемін. Күнделікті таңертеңгі рутинамды аяқтағаннан кейін осы ванна бөлмесіне аздап уақыт бөлуге шешім қабылдадым. Мен негізі 20 минуттық техниканы ұстанамын. Бір жаңағыдай точечно дейді ғой, бір жерге 20 минуттық уақыт бөліп, сол жерді категориясымен жаңағыдай тазартып алғанын жақсы көремін. Өткен жолы жол жүреміз дедік. Жол жүргеннен кейін, келгеннен кейін чемоданнан қалай алдық, заттарды солай қоя салдық. Енді соның барлығын реттеп, шаңын сүртіп, тазартып деген сияқты орынды-орнына орналастырып жатырмын. Осы шкафчиктің жоғар жағында тұрған контейнерлардың барлығы біздің үйде функционалды контейнерлер. Оның ішінде сабындардың запасы тұрады,
және де Айханымның шашына тағатын, күнде пайдалана бермейтін аксессуарлары соның жоғары жағында тұрады. Мынау контейнер енді бізде тоже ваннадағы ең горячая точка, резинкалар, тарақтар деген сияқты. Даже аңғармай қалыппын, осының ішінен печенье де шығып жатыр. Ол енді Айзия мен Айсұлтанның шаруасы. Мен көбіне айтып жатам, осы мен уборка жасаған кезде менің уборкамның нәтижесінің тез және жаңағыдай жақсы шығуына септігін тигізетін ол Greenway компаниясының салфеткалары, сабыны және де қажет болып жатса мистик порошок пастасын қолданам. Бөтен ешқандай да химия пайдаланбаймын. Және де уборкамды аяқтағаннан кейін мына жерде дозатордың ішіне сұйық сабын бәрін құйып біржолата осылай реттеп қоямын. Мына Greenway'дің шампуньдарында пайдаланамыз. Қалған ұсақ түйек жаңағындай майда сабындар қалып қояды ғой, соның өзін осылай бөлек ыдысқа салып қоям, кейін айтам оларды не істейтінімді. Ал мына жерде Айханымның былтыр 1-ші сыныпқа ұстаған рюкзагын жуғалы жатырмын. Өзіне әбден көрсеттім. Басқа рюкзаг аламыз ба, әлде осыны ұстай бересің бе деп. Соған өзі айтып жатыр, мама, мен кукла Лолды жақсы көрем, осыны ұстай берем деп. Енді өзім бір жағынан ойлап қоям, ертең оқу жылы басталғанда, сабаққа барғаннан кейін қыздарда басқа нәрсе ұстап жүретін болса, қызығып қалатын болса, сол кезде алармыз деп. Негізі ешқандай да жыртығы жоқ, ешқандай да жаңағы қатты лас емес, замогы бәрі орнында. Сол себепті осы рюкзакты на Greenway'дің салфеткасымен жаңағындай қалған отбеливающий сабыны бар негізі, соның қалған ұсақ-ұсақ бөлшектерімен осылай көпіртемде осылай жуа берем. Өткен жолы 2 жыл жуылмаған кухнядағы стол, стулья, солардың барлығында сонымен жуып бүкіл дақтарын кетірдім ғой. Сол сияқты өте керемет көмектеседі. Негізі ол сабындарды көбіне балалардың киімін кір машинаға салайын деп жатқан кезде соны отбеливать етуге жаңағындай жағып қойып салам. Сосын қалғандары осындай ұсақ түйектерді уборкаға осылай пайдаланам. Мұны барлығын тап-таза ғып жудым. Маркердің, басқа да клейдің өткен жол іздері болған. Сол уақытында оны устранить еткеннен кейін қазір ешқандай проблемасыз тез жуа салдық. Одан кейінгі менің қолым жетпей жүрген шаруа мынау косметичкам еді. Бұл косметичкамның ішінде бір тень шашылып, әбден бүкіл нәрсені осы теңге бояп, осы өткен жолы Жезқазғанға сапарға ұстап барып келгенімде сондай бір қолайсыздық жасады маған. Сондықтан да осы Қарағандыға жетіп алсам ісім семен болсын деген. Бір жағынан мен негізі косметиканы арзан алмаймын. Сондай фирменный, французский деген косметикалардан алам. Сосын бір косметиканы енді аяғына дейін ұстап тастау тағы жоқ, себебі үйден қатты көп шыға қоймағаннан кейін ол жаға қоймайым. Бірақ осылай сақтау мерзімі ұзақтау болатын косметикаларды алуға тырысам. Енді жаңағындай бір тень шашылып бүкіл нәрсені осылай былғады. Оның үстіне мынау сыртындағы сумкам, косметичкам бір 10 жылдан артық болып кеткен шығар. Кезінде Россияға, шетелге шығып жүргенде өте ыңғайлы тұғын, бүкіл заттарын салып алып жүруге. Сол боймен әлі де ыңғайлы, әрине. Сосын іші бүлінді екен деп тастай салмайым ғой. Оның үстінде қолымда осындай керемет жаңағындай Greenway'дің сабыны мен салфеткасы бар уақытта любой затқа жаңадан өмір сыйлауға болады, тап-таза қылып. Сондықтан да тап-таза қылып жинап, жуып, сосын кептіруге қойып қойдым. Және де ішіндегі біраз нәрселерді енді лақтырдым. Бір 4-5 қарындашты деген сияқты 1-2 помаданы лақтырдым. Одан кейін мынау кисточкаларымның барлығын тағы да мұны көрсетіп жатырмын, қандай әдіспен тазартатынымды. Сол салфетка, сол сабын осылай әбден сабындап алам да, мына салфеткаға үйкелеймін. Сол кезде тап-таза болып осылай тез жуыла қояды. Менен лайфхак болсын, солай жасаңыздар. Сосын мұны барлығын әбден шайып, содан кейін барып жайып қоям. Болғаннан кейін енді барлық салфеткаларымды қолданған әбден жаңағындай сабынмен сабындап жуып, әбден сосын құрғатып іліп қоям. Кисточкаларымды осылай арада жуып аламын да, осылай подоконникке қойып құрғатып алам. Сосын мына жерде сушилканы балконға шығардым да, Айханның рюкзагымен өзімнің жаңа косметичкамды осылай
жайып қойып жатырмын. Кішкене су тамшылап тұр, ештеме жоқ, дорожкаға түсе береді, тама береді. Сол ана жақтан кішкене сорғытып алып келдім. Енді осы жерде құрғап осылай кебеді. Сосын қайтадан ішіне жаңағы лақтыратындарды лақтырып, тек қана керек пайдаланам деген заттарды ғана саламын. Біздің Азияның бір 10 минуттық тыныштығы бізге осылай болады артынан. Е? Айхунтай осын бүлдіргенін көріп, жан таласып, тряпка кеп Гринвейдің мистик пастасымен осылай сүртіп қойды. Мына жерді тазартты ол қайта. Қазір мамасы контроліне жасайды, үстінен енді мыналар қалды. Даже мыналардың өзін шимақтап ұстапты ғой. Бір 10-15 минут тып-тыныш болып қалса, значит, бірдеңені бүлдіріп жатыр деген сөз, қолына карандашты ұстап алып. Осындай сюрприздер бар. Бірақ бізге не страшно, да, балам? Біз не істейміз оны? Жуып аламыз қой. Жаным сол. Айханым бергеш десем, мама, мен мына жерде Азияның шимағын жуып жатырмын дейді. Сөйтіп сөйтсем, бұл шамалы шимақ емес екен. Смачный шимақ жасап тастапты сіңілісі, соны жуып отыр екен апасы болып. Сондай қызық сәттер.